Привет! Hi! Сіздермен бірге команда CrossSkills. Как сказал Бенджамин Дизраэли, лучших успехов добивается тот, кто владеет лучшей информацией. Как говорит Амир Пернин, знание без использования, как телефон без интернета. саған мамандық таңдау қиындық туғызады ма? Қандай маман иесі болатыныңды білмейсің ба? Или же вы не определились, в какой вуз вы будете поступать? How much do you want to earn? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, мына сілтемеге өтіп бізді тамашалаңыз. Осындай мамандық бар. Мен қазір сіздерге Қазақстан Республикасының нарықтық экономикасына қажет етілетін келешекте сұранысқа ие мамандықтарды ұсынатын боламын. Тез өзгеретін әлемде, яғни жаңа технологиялардың шығып жатқанына байланысты, соған бейімделе алатын техникалық озық және өнімді жұмыс күшін құру үшін адам капиталына инвестициялар өте қажет. Білімді жай ғана әлеуметтік қажеттіліктердің шығыны деп емес, экономикалық инвестициялар деп қабылдау қажет. EIB был открыт в 1992 году и является одним из первых бизнес-вузов в Казахстане. Был открыт в 2009 году по приказу президента и является лидирующим в IT-сфере. Третье место – СДУ. СДУ был открыт в 1996 году Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и бывшим президентом Турции Сулейманом Демиреле. КБТУ за короткое время стал лидером по высшему техническому образованию в Казахстане и готовит работников таким крупным компаниям, которые инвестируют в экономику Казахстана. А в 2009 году КБТУ стал первым отечественным университетом, который провел международную аккредитацию в Британии. Первое место. Университет имени Назарбаева. Университет имени Назарбаева был открыт в 2010 году по инициативе президента и ныне является лучшим университетом в Казахстане. Top professions in the labor market in Kazakhstan. As business activities begin returning to normal, FinReview Information and the Analytical Center has dedicated its top analysts to study the world market. In this table, you can see professions which are in great demand in the labor market. In the second column, they are given vacancies, and in the third column, their salary. Трудовой договор – это один из важнейших документов, который составляется между работодателем и работником. Он состоит из 12 пунктов. И есть закон, который защищает права обеих сторон. Қорытындылай келе, өз мамандығымды таңдауда дұрыс шешім қабылдау үшін Қазақстанның еңбек нарығындағы жоғарғы сұранысқа ие мамандықтың бірін таңдауға бел будым. Атап айтқанда, ол логистика мамандығы. Я выбрал профессию инженера. I chose the profession of IT technologies.